Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз 84-ші сабақ өрнектердегі амалдарды орындалу реті тақырыбын өтеміз. Бірінші, өрнектердегі амалдардың орындалу ретіне қара. Үлгі. Егерде ешқандай жақша болмаса, онда өрнек рет-ретімен орындалады. Біріншісінде 17 қосылған 8 азайту 10. Екіншісінде бұл жерде жақша жоқ, 45 бөлінген 5 көбейту 4-те жақша жоқ. Яғни бұл жерде де рет-ретімен орындалады. 45-те 5-ке бөлеміз, 9, 9 4-ке көбейтеміз, 36. Үшінші есепте бұл жерде жақша жоқ, ретмен орындаймыз. Жақша жоқ жерде қайсысы бірінші тұрады, сол орындала береді. Бөлу бірінші тұрса, бірінші бөлу орындалады. Көбейту бірінші тұрса, көбейту орындала береді. 6-ға 4-ті көбейтсем, 6, 4, 24, оны 8-ге бөлеміз. Екінші амал бөлу болады. Келесіде. Енді келесі өрнектерде бірінші жақшаның орындалады. Одан кейін барып жақшаның сыртындағы амал орындалады. 90-нан 20-ны алсақ 70, 80-нен 70-ті аламыз. 10 қалады. Мына жерде дәл сондай бірінші жақшаның орындалады. Жақшаның ішінде бөлу тұрсын, көбейту тұрсын, мейлі азайту, қосу тұрса да бірінші жақшаның іші орындалады. Содан кейін барып жақшаның сырты орындалады. Түсінікті шығар деп ойлаймын. Егерде мына жерде астына түсетін болсақ, 70 азайту 20. Бұл жерде жақша орындалады бірінші, екінші көбейту амалы орындалады. Жақша жоқ жерде бірінші бөлу амалы орындалады, содан бір қосу амалы орындалады. Соңғы өрнекте бірінші бөлу амалы орындалады, содан кейін қосу амалы. Жақша жоқ кезде бірінші бөлу не көбейту амалы орындалады, содан кейін барып қосу, азайту амалдары орындалады. Ережені оқитын болсақ, жақшасыз өрнектерді жазылу ретіне қарай алдымен көбейту мен бөлу амалдары, содан кейін қосу мен азайту амалдары орындалады. Екінші есепте зерттеу. Амалдардың орындалу ретін анықта. Өрнектердің мәнін тап. Бірінші есепте бөлу амалы орындалады. 18 бөлінген 6, 3 қалады, 10-нан 3-ті азайтамыз. 7 қалады. Келесіде бірінші бөлу амалы орындалады. 8 4-ке бөлсек 2, 2 2-ні қоссақ 26-тан 19 аламыз. 7, 21-ті 7-ге бөлеміз. 3. Келесіде жақша жоқ. Жақша жоқ жағдайда ең бірінші не көбейту, не бөлу амалын орындаймыз деп айттық. Яғни бірінші көбейту амалы орындалады. 5-ке 4-ті көбейтсек 20, 25-тен 5, 20-ны алсақ 5 қалады. Ал келесі үшінші есепке баратын болсақ, амалдарды орында. Бірінші есепте жақша жоқ, рет-ретімен орындалады. 400-ден 100 алсақ 300, 300-ге 200-ді қоссақ 500. Екінші есепте жақшаның іші орындалады. 800-ге 100-ді қоссақ 900, 900-ден 600 алсақ 300. Мына жерде бірінші жақшаның іші орындалады. Бірінші жақшаның іші орындалады. 18-ді 6-ға бөлсек 3, 6-ны 3-ке бөлсек 2-ден. Астында бірінші бөлім мен көбейтудегі бірінші қайсысы тұрады, сол орындала береді. 27-ні 3-ке бөлсек 9-дан, 9-ды 3-ке бөлсек 27-нің өзі шығады. Келесі есепте 9-ды 2-ке көбейтсек 18, 18-ді 3-ке бөлсек 6, 4 5-ім 20, 20-ны 5-ке бөлсек 4. Түсінікті шығар деп ойлаймын. Келесі есепке көшеміз. 4. Теңдіктер тура болатындай етіп жақшаларды қой. Енді жақшаларды қойып шығайық. Төртінші есепте бірінші 2-ні 2-ге бөлсек 1, 10-нан 1-ді алсақ 9 шығып қалады. 4-тігі мәніне тең болмайды. Сондықтан жақшаны 10 азайту 2-мен аламыз. 10-нан 2-ні азайтсақ 8, 8-ді 2-ге бөлсек 4.
Екіншісінде 25 қосылған 10 бөлінген 5. 10 мен 5-ті бөліп аламыз. 2-ден 25-ке 2-ні қоссақ 27. Келесі жақша 3-ке 3-ті қоссақ 6, 12-ні 6-ға бөлсек 2. Егер жақшаның керісінше 12 бөлінген 3-ке қоятын болсақ, 12-ні 3-ке бөлсек 4, 4-ке 3-ті қоссақ 7. Мәніміз шықпай қалады. 5-ші есепте қабырғалардың ұзындығы 6 см және 3 см болатын тік бұрыш сыз. Бұл жерде балалар біз егерде қолымызда сызғыш болмаса, жай ғана түзу заттармен 4 бұрышты торкезге 2 клетканы 2 торкезді 1 см деп есептеп сызсақ болады. Ол былайша сызылады. 6-ші есепте өрнектерді салыстыр. Бұл жерде өрнектердің мәнін шығарып салыстыра саламыз. 40-ты 5-ке бөлсек 8-ден, 32-ні 4-ке бөлсек 8-ден. 2 өрнек тең. Келесі 35-тен 16-ны аламыз. 7-ге 5-ті көбейтеміз. 7-5-тен 35. 35-тен 16-ны алатын болсақ 20. Яғни 35 жағы үлкен. 6-ші есептің шығарылу жолы осылай. 28-ді 4-ке бөлеміз. 7-ден 73-тен 68-ді аламыз. 5-тен. Яғни 7 жағы үлкен болады. 24-ді 4-ке бөлеміз. 6-дан 35-ті 5-ке бөлеміз. 6-дан 2 өрнек тең. 7-ші есепте дәріханада күніне 4 құтыдан дәрумендер сатылады. 3 күнде барлығы неше құты дәрумен сатылса, біз оны 4-ке 3-ті көбейтеміз, 12 деп шығарамыз. Кесте түрінде осылай құрылады. 8-ші есепті амалдарды орындалу ретін анықта дейді. 8-ші есепте бірінші бұл жерде жақша жоқ болғандықтан, яғни көбейту мен бөлу ғана болғандықтан, бірінші қайсы түрі сол орындала береді. 5-ке 3-ті көбейтемін. 15, 15-ті 3-ке бөлемін. 5. Келесі есепте 27 бөлінген 3 көбейту 4. Бұл жерде жақша жоқ. Сондықтан бірінші тұрған бөлу орындала береді. 27-ге 3-ті бөлсек 9-дан 9-ды 4-ке көбейтеміз 36. Келесі есепте жақша бар, яғни бірінші жақшаның іші орындалады. 8-ге 4-ті қоссақ 12, 12-ні 3-ке бөлсек 4. Келесі есепте жақшаның іші бірінші орындалады. 56-дан 52-ні аламыз. 4, 36-ны 4-ке бөлеміз 9-дан. Келесі 9-ші есеп қызықты есеп екен. Мұқият қарап аламыз. Кәмпиттердің бағасын анықта. Ол жерде біз тігінен де көлемін де қоссақ, сол сума шығу керек. Ең бірінші қатарда тігінен қосқан кезде 90. Яғни 2 көк тауық бір бағада болу керек, жасыл тауық бөлек бағада болу керек деген сөз. Екінші қатарда қызыл, екеуі қызыл болғандықтан бағалары бір деген сөз. 9-ші есепте осылай шығады балалар. Қызыл тауықты 30 теңге деп алсақ, көк сия көк тауықты 20 теңге, сары тауық 50 теңге, жасыл тауық 10 теңге, көк тауық 40 теңге. Тігінен санап қосқанда, көлденең санап қосқанда осы бағалары шығу керек. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.